Бұл ел Қазақстаннан 3 есе үлкен, бірақ жерінің 70-75% бос жатыр. Жай бос емес, өмір сүруге жарамсыз. Негізгі халық елдің шығысы мен оңтүстік шығысында тұрады. Ал ортасында неге ешкім тұрмайды, қазір айтып беремін. Оған дейін парақшама тіркеліп алыңыз. Бірінші себеп су тапшылығы. Ел орталығында өзендер аз, жауын-шашын жоқтың қасы. Жер асты суының көбі тұзды. Сусыз қала болмайды, қала жоқ жерде халық та жоқ. Екінші себеп температура. Күндіз плюс 45-50 градус, түнде 0-ге дейін түседі. Бұл климат адамға қарсы, алдымен күйдіреді, кейін тоңдырады. Үшінші себеп жер егінге жарамсыз, топырағы кедей, құнарсыз, миллиондаған жыл жаңармаған. Сол үшін бұл аймақ фермаға да егінге де келмейді, тек шөл мен тастар. Төртінші себеп қауіпті табиғат. Дәл осы аймақта ең улы жыландар, ең қауіпті өрмекшілер және агрессив кенгурулар мекендейді. Мысалы, ішкі тайпан әлемдегі ең улы жылан. Бір шаққаны 100 адамды өлтіруге жететін уға ие. Ем болмаса бірнеше сағатта бітті. Сидней воронка өрмекшісі ең қауіпті өрмекшілердің бірі. Уы жүйке жүйесін сал қылады. 15-30 минутта адамды өлтіруі мүмкін. Ал кенгуру ше күлкілі көрінеді, бірақ соққысы адамды бір ұрғанда құлататын күшке ие. Бұл аймақта табиғатпен қатар өмір сүру өте қауіпті. Қорытындысы мынау: жері өте үлкен ел, бірақ оның ортасы адам өміріне арналмаған. Сондықтан халқы жағалауда шоғырланған бұл ел Австралия деп аталады.